Баршаңызға сәлем, етті бәліш дайындаймыз. Видеоны соңына дейін толық көру үшін каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар ұн, сары май, су және майонез қажет болады. Алдымен ұнымызға бөлме температурасында тұрған сары майды қосып, жақсылап қолымызбен мыжғылап, яғни крошка дайындаймыз. Крошкамызды дайындап болдық. Келесі кезекте суымызға майонезді қосып, шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Қамырымызға қосып, жақсылап қолымызбен төменнен жоғары қарай мыжғылай отырып қамыр дайындаймыз. Мінекей достар, қамырымыз дайын болды. Бұл қамырымызды шетке алып қоя тұрамыз. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет, майдалап туралған пияз, жұқа етіп туралған картошка, тұз және қалауларыңызша специяларды қоссаңыздар болады. Жақсылап қолымызбен араластырып шығамыз. Араластырып болдық. Мінекей келесі кезекте қамырымызды бір үлкен және бір кіші бөліктерге бөліп аламыз. Және де өте жұқа емес, өте қалың емес, орташа көлемде жаямыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді келесі кезекте формамызға орналастырамыз. Және де жақсылап қолымызбен біріктіріп, бортиктерін шығарамыз. Кез келген формаға жасай берсеңіздер болады. Ортасына салмасын саламыз. Жақсылап жайғастырамыз. Ендігі кезекте кішкентай бөлікті қамырымызды дәл бағанағындай етіп жайып шығамыз. Формамыздың бетіне жайып, жақсылап шеттерін біріктіреміз. Мен осылай шеттерін артылған қамырларын алып тастадым. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әсемдей берсеңіздер болады. Мен шеттеріне осылай қойып, әсемдеп шықтым. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пеште жібереміз. 35-40 минутта дайын болады. Мінекей достар, етті бәлішімізде дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.